sahbihi ajmain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hurmetli Müslüman bavullar, Allah subhanahu wa ta'ala okugan cumalarımızda tasbih, zikri ibadatlarımızda o'zlariga qabul etki. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in aytgan hadisinde eng baxtli adam, jannatning yo'lini topgan adam kim? Ol farz namazын o'qib, eng so'nggi adam bo'lib meshitdan chiqqan adam deydi. Ya'ni namazды o'qib meshitdan asығатын адам ол тура жолда емес, яғни ол Алланың рахматын іздейтін адамдар емес деп Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям тәзкие беріп жатыр. Сондықтан біздер сол Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның хадисіне көре шамамыз келсе, сол күнде жұма намаздан кейін бір-екі хадис Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның сүннеттерінен оқимыз. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның сүннеттерінде, хадистерінде нұр бар. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, қандай жерде тәлим болса, яғни Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның білімі, зикрі айтылса, хадисі айтылса, сол жерге сакина, яғни Аллах тағаланың тыныштығы, Алланың рахметі жауады дейді. Жер жүзінде Алла тағаланың инна фил ард малаикатун сайяхуна фил ард дейді. Алла тағаланың жерді аралайтын, жерді іздейтін періштелері бар дейді. Олар кімді іздейді жер жүзінде? Қай жерде Алланың зикрі болып жатқан болса, соны Аллах тағалаға жетіреді. Аллах тағалада сол отырған адамдардың барлық күнәларын кешіреді. Біз бірінші соны түсінуіміз керек. Мешітке не мақсатпен келеміз? Алладан кешірім сұрауға, өзіміз құл екенімізді білдіруге. Біз Алладан азабынан қорқамыз деп өзіміз жәннатына үмітіміз бар деп келеміз мешітке. Сондықтан бір 5 минут, 10 минут артық отырғанымызбен оған біздерге ешқандай зиян болмайды. Пайғамбарымыз саллаллаху тағала алейхи ва саллям хадисінде халыққа, тағы мұсылмандарға, түгел адамдарға рахымды болуыны қалады біздерге. Әрбір мұсылманның жүрегінде рахым болу, кешірімді болу, жұмсақтықты басқа мұсылмандарға да қалады. Абу Хурайра радиаллаху та'ала анху айтады, қала сами'ту наби саллаллаху алейхи ва саллям яқул, жа'алаллаху рахмата ми'ата джуз'ин. Алла субхану ва та'ала өз рахматын 100-ге бөлді дейді. Ми'ата джуз'ин. Алланың рахматы 100 бөлек болды дейді. Аллах тағала өзі 100-ге бөліп қойды дейді. Фаамсака индаху 99. 99-ын өз қасына алып қалды дейді Алла тағала. 99. Ва анзала фил ард джуз'ан вахидан. Бұл дүниеге Аллах тағала тек қана бір бөлегін дүниеге инзал қылды, назил қылды. Яғни бір бөлегі қазір жер жүзінде. Алланың сонша нығметі, Алланың рахматы, Алланың кешірімі бұл дүние біздерге аспандан да, жерден да, оңдан да, солдан да жауып жатқан Алланың рахматы, ол Алланың рахматының бір бөлегі. 99-ын өз қасына алып қалды дейді. Ятарахамул халқо хатта тарфa'ал фарасу риджлаха ан валидиха хашията ан тусибаху дейді. Ол Алланың рахмы адамдарға да бөлінді, айуандарға да бөлінді, жануарларға да бөлінді. Сол Алланың рахматымен бір ат, жылқы егер өз баласын басып алса, аяғын баласын үстінен айырады дейді. Неге? Өз балама өлтіріп алмайын, баламды ренжітіп алмайын деп, жылқының өзі соны түсініп баласын мазаламайды дейді. Ренжітпейді дейді. Сол Алланың рахмы аттарға да болды дейді. Жыртқыш, қасқырдарға да Алланың рахматы болды дейді. Өз кішкентай күшігін бағат дейді қасқырдарда. Ол Алланың бөлген рахматы. Аллах 99-ын қияметке алып қалды дейді. Оны мұсылман адамдарды өз рахматына бөлу үшін қияметте. Осынша рахматы Алланың бір бөлегі. Ертең 99 рахматымен бізді бөлесе, қандай рахмат ол? Субханалла, кімдер? Біздер, сіздерге. 99-ы мен қияметте бізді күтіп жатыр Алла тағала рахматымен. Кішкентай сылтаумен біздің күнәмізді кешір. Мүмкін осы жұма намазға отырған, уағызымызды тыңдаған үшін Алла тағала күнәларымызды кешірсін. Пайғамбардың хадисін ертең тыңдадың деп сылтау қылып, мүмкін сол 99 рахматымен бөліп бізді күнәларымызды кешірсін Алла тағала. Алланың рахматына үмітті болу біздерге парыз. Алланың рахматы сондай күшті. Тағы жақсылыққа асығу, уастабиғул хайрат, жақсылыққа асығу, ол да парыз біздерге. Уағыз айтып жатыр, барайық. Дым болмаса сауабын алып қалайық. Бірінші қатарға шақырғанда асығайық. Жоқ,
жастар ала берсін, басқарақ ала берсін деп, ол бір қате түсінік бұл ислам дінінден. Алла субхану ва тағала жақсылыққа асық дейді. Жақсылыққа асығу әрбір мұсылманға парыз. Мен сауапқа мұқтаж емеспін деген адам ертең қияметте сол сауапқа мұқтаж болып қалады. Бір сауаптың өзіне мұқтаж болып қалады ертең. Жақсылыққа әрдайым асығайық. Алланың бұйрығы бұл. Вастабиғул хайрат, жақсылыққа асыңдар дейді. Қала Жарир ибн Абдуллах, сами'ту Расулуллах. Жарир бин Абдуллах деген сахаба айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламнан естідім. Яқул, бүйтіп айтты: ла ярхамуллах, Аллах тағала рахмат етпейді дейді. Кімді? Ма ла ярхамун нас. Ол адам, халыққа мейірімді, рахымды болмаған адам, халықпен қатыгез болды, қател болды, рахымды болған жоқ халыққа. Мұсылмандарды кешіріммен қараған жоқ, қатайып қарады, мұсылмандармен амандасқан жоқ. Ол адамға Аллах тағала да рахмет етпейді. Түсінеміз ба? Адамдарға, халыққа рахметпен қарамаған адамға Аллах тағала да рахмет етпейді дейді. Өз рахметіне бөлемейді дейді. Абдуллах бин Амр ибн Ас радиаллаху таала айтады: анна Расулуллахи саллаллаху таала алейхи ва саллам қала ар-рахимун ярхамур рахман дейді. Алланың Рахман деген аты бар. Білеміз ба? Алла субхану ва тааланың Рахман деген сипаты бар. Рахман. Рахман деген рахым етуші, өте рахым етуші. Аллах тағала кімдерге рахман болады? Ар-рахимун. Аллах тағала рахым қылған адамдарға, өз мұсылман бауырларын кешіріммен қарағандарға, жүрегінде рахым, кешірім болған адамға Аллах тағала рахман болады. Түсінеміз ба? Аллах рахым жаудырады кімге? Рахым еткен адамға, кешірімді болған адамға Алла тағала рахман. Ирхаму ман фил ард ярхамукум ман фис сама. Жер жүзіндегі халықтарға кешірімді болың, рахымды болың дейді Алла тағала. Аспандағы періштелер де сізге рахымды болады дейді. Аспандағы періштелердің өзі сіздерге рахыммен қарайды дейді. Сіздерге кешірім сұрайды дейді Алла тағаладан дейді. Сіз егер жер жүзіндегі халыққа кешірімді болсаңыз дейді. Айяд ибн Химар анна наби саллаллаху алейхи ва саллям қала ахлул джаннат саласатун. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жаннатқа кіретін адамдар үш түрлі адамдар дейді. Бірінші, зу султан муқтасидун мутасаддиқун муауфиқун дейді. Бірінші, күш, құдірет иесі адамдар, билік иесі адамдар дейді. Ол қалай болса дейді? Муқтасид болса, орташа болса. Орташа дегенде билікке жеттім қатал болу емес, немесе қатты да жұмысын немқұрайлы қарайтын адам емес. Орташа, муқтасид болу керек. Тағы сол билікте тұрып садақа, көп садақа беретін адам дейді. Күш бар, Аллах тағала оны билікке қойды. Алла оған күш берді, Алла құдірет берді. Сол күш жұмысында орташа болып, қатты да біреуге зұлым жасамау керек, біреуді да қатты жұмысына немқұрайлы қарама. Орташа болу керек жұмысында. Әділетті болу керек, орташа. Сол зу султан, муқтасид, мутасаддиқ болу керек. Көп деген садақа берсін. Қандай жұмыста? Билікте ма, қолында күш бар ма? Садақаны беріп тұрсын дейді. Ол адам жұмақтың төрінде тұрады дейді Алла тағала. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Құдірет берді Алла тағала, күш берді, бірақ оны дұрыс жолға жұмсаған адам. Тағы көптеген садақа берген адам. Екінші, өз жанұясында рахымды болған адам дейді. Екінші адам. Жанұясында рахымды болған, жұмсақ болған адам, жанұясын кешірім көзімен қараған адам. Біздер далада жақсымыз, бірақ үйде балдарымыз үйден кірсек бізден қорқады. Ол мұсылманның сипаты емес. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: ең жақсыңыз жанұяңызға жақсы болған, жанұяңызбен жұмсақ болған, жанұяңызды рахыммен қараған адам ең жақсы адам. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: екінші кім дейді? Вараджулун рахимун рақиқул қалб бикулли қурба. Жанұяңмен, тағы ағайындарыңмен жұмсақтықпен қараған адам, ол да екінші топ болып жәннатқа кіреді дейді. Жанұямызға көп көңіл бөлейік, жұмсақтықпен, кешіріммен қарайық. Үшінші кім? Ва фақирун афифун мутасаддиқун. Кедей адам, бірақ арамға бармайды.
кедей болып өзін харам жолға ұрынмайды, кедей болып тәнін сатпайды. Қараңыз, кедей болып ұрлық қылмайды, кедей болдым деп біреудің хақын жемейді, афиф болады, харамдан сақтанады. Кедей болып тұрып қолын харамдан сақтайды, кедей болып тұрып қолын сақтайды, кедей болып ұят жерін сақтайды харамдан. Мутасаддиқун, кедей болып тұрам садақа береді, өзінде болмаса да садақа береді. Біздер ойлаймыз тек қана садақа байлардікі шығар деп ойлаймыз. Ол бір қате түсінік. Менде жоқ қой, мен қалай садақа беремін, мен үйім жоқ қой деп, мен коттеджім жоқ қой, жұмысым жоқ қой. Ол қате түсінік. Керісінше садақаны кедейлер көп беру керек. Кедейлер көп садақа шығару керек. Мен себебі садақаның өзі ризықты көбейтеді. Садақаның өзі ауруларды емдейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям не қыл дейді? Дәу амралакум бис садақа дейді. Садақамен ауруларыңызды емдең дейді Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Ауруыңыз болса, жазылмай жатқан ауру бар үйде, төсек тартып жатқан ауру адам болса, оны садақамен емдең. Садақаның өзі дейді Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям, тіл көзді, сиқырды емдейді дейді. Садақа берген адам, 3 топ адам жәннатқа бөлінеді. Үшеуі де Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям рахмы болған адам деп жатыр енді. Рахматты болған адам дейді. النعمان بن بشير يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتواصلهم كمثل الجسد дейді. Мұсылмандар бір-біріне рахымды болуында, бір-бірінде кешірімді болуында, бір-біріне махаббат жасағанда бір дене сияқты дейді. Кәмәтәлил жасад. Дене сияқты, адамның денесі сияқты дейді. Ида иштека аулу минху тада'a лаху сайрул жасад бил хуммин ва сахрин дейді. Егер дейді, сол дененің бір мүшесі ауырып қалса дейді, түгел дене қиналады дейді. Солай емес па? Адамдың қолы ауырып қалса, басқа жер басы ауырып қалса, тек басың ауырмайды сенің, түгел денеңнің мазасы кетіп қалады. Солай емес па? Адамдың аяғы ауырып қалса, қолы ауырып қалса, көзі ауырып қалса, тек сол ауырған жер ауырмайды, түгел адамның денесінде маза кетіп қалады. Болмай қаласың. Қолшылығыңа, ибадатыңа кемшілік болады, кесір болады. Мұсылманда түгел мұсылмандар бір жасад болу керек, бір дене болу керек бір-біріне. Сондай рахымды болғанда, кешірімді болғанда, бір-біріне махаббатында сондай бір-бірін сүйіп тұру керек. Бір-бірін көріп, сахабалар бір намазға, екінші намазға асығатын болған. Не себептен? Мұсылман бауырын қашан кездесем екен мұсылманды деп. Мұсылман бауырды қашан көрем екен деп асығады екен. Сондықтан кейбір сахабалар мешіттен шықпайды екен, бір намаз, екінші намазға дейін. Екінші мұсылман бауырымды қашан кездесем екен деп, сондай бір-біріне асығады екен көруіне. Сондай бір-бірінің махаббатты болады екен. Бір намазға келмесе, мұсылмандар жиналып үйіне барады екен. Бауыр, не болды саған? Мешітке келмедің ғой. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның өзі әдеті мешітке келіп сахабаларды іздейді екен. Таң намазға келеді, пәлен сахаба қайда дейді, көрінбеді ғой дейді. Сахабаларды көруіне асығады, сахабаларды пайғамбарды асығады. Мұсылмандар бір-біріне махаббатты болғанда, бір-біріне рахымды болуында бір дене сияқты болу керек. Бір қайықта, кемеде бір кісі қайықты тесіп жатыр екен. Мұсылмандар қасында адамдар отырғандар қайтарады дейді. Сен теспе, мына бәрімізге зиян болады. Жоқ, мен отырған жерімді тесіп отырмын ғой, сізге зияным жетпейді дейді. Сен өз орныңды аман сақтасаң болды ғой дейді. Мен өз отырған жерімді тыңдамайды аналарды. Сонымен қайық тесіліп су алып кетеді дейді бәрін дейді. Біздер де сол. Бір қоғамда болғаннан кейін бір адамның кесірі түгел бәр адамға тиеді. Біз ойламайық тек, ол мен өзімді аман сақтасам болды, мен намазым, құлшылығыммен жүрсем болды. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сол себепті бізді жақсылыққа шақыру, жамандықтан тиюді біздерге парыз қылды. Егер оны біз қайтармасақ, жаңағы кемені олар отырған жерін тессе, бұл қоғамның кемесі батып қалады. Сондай түсінбейтін адамдарды ақылмен, хикметмен қайтару біздің міндетіміз. Соңғы хадисті айтып алайық иншалла. Қала Абу Хурайра сами'ту садиқул мастуқ сахиб хазал худжра Абул Қасим саллаллаху та'ала алейхи ва саллям дейді.
Абу Хурайра айтады, мен осы шыншыл адамдан, әрбір сөзінде шындық бар адамдан, яғни сахиб хадал худжра, яғни бұл қабірдің иесі, қабірда жатқан Пайғамбар саллаллаху алейхи айтып жатыр. Абул Қасим яқул, Пайғамбар саллаллаху алейхи айтты дейді, ла тунзау рахмату илля ман шақиин. Аллах тағала рахматты бір адамның жүрегінен алмайды, тек қана ол шақи болмаса дейді. Ол бейшара болмаған адам болмаса дейді. Қалған адам жүрегінде азғантайды бақыт болса, оның жүрегінде Аллах тағала рахматты қояды дейді. Оның жүрегінде кешірімді қояды дейді, жұмсақтықты қояды дейді. Тек қана рахматсыз Алланың жүрегінде кешірім болмайтын адам ол бейшара адам дейді. Ол қияметте қасіретке ұшырайтын адамдар дейді. Сондықтан әрбір тура жолда жүрген адам ол жүрегінде басқа мұсылмандарға кешірім, жұмсақтық, рахмат болу керек. Тек қана шақи болмасаң, Алланың рахматынан алыс болған адам жүрегінде рахмат болмайды дейді. Мұсылман адамның жүрегінде кешірім, рахмат, мұсылмандарға махаббат болу керек. Өкінішке орай, мен мұсылманмын деп жүрген адамдар бар қазір арамызда. Мына жерде жоқ, кетіп қалды олар. Олар бірде бір мұсылманға кешірім қарамайды олар. Мұсылманмен керек десең амандаспайды. Намаз оқымайтын адамды кәпірлікке шығарады. Ол анасы болсын, ол әкесі болсын. Мұсылман әкесіне қол жұмсайды. Олар кім? Пайғамбар саллаллаху алейхи айтып отыр, ол бейшара деп отыр. Ол жүрегінде рахмат болмаған адам, мұсылманға кешірім көзімен қарамаған адам, мұсылманға жұмсақтықпен қарамаған адам, ол шақи адам, ол бейшара адам. Ондай адамдармен жақындасу да қажет емес. Жаңадан келіп отқан бауырларымыз болса, оларды танытайық қандай адамдар екен. Олардың зиянын айтайық халыққа. Олар әке-шешесін аямаған адам, әкесін, шешесін үйінен қуып тастаған адамдар, ол біздерге рахмет пейді ертең. Абай болайық. Әкесін, шешесін намаз оқымадың деп кәпірлікке шығарған адамдар ертең бізге де рахым кешіріммен қарамайды олар. Сақ болайық. Жақында келген намазға келген бауырларға айтам. Жұмаға келіп жүрген бауырлар, олардың жүрегінде рахмат жоқ. Олар Аллах тағала кешірімді олардан алып тастаған. Мұсылманға кешірім көзімен қарамайды, мұсылманмен амандаспайды олар, имамдарды ғайбаттайды, мұсылмандарды ғайбаттайды олар. Сондықтан ауыз бір болайық, жамағат, аузымыз бір болайық, бір-бірімізге көмектесейік, бір-біріміздің кемшіліктерін жасырайық. Жамағаттың аузы бір болмаса, мешіт көтерілмейді, дін көтерілмейді. Әркім өз ойымен жүрсе, әркім өз пікірмен жүрсе. Кеше Алланың қалауымен бесін намазда уағыз айтып жасақ, өз жамағатымыз имамдарға қарсы шығып отыр, ақсақалдар. Ақсақалдардың өзі имамдарға қарсы шығып, сен неге бұларға тиісе бересің деп. Себебі өз үйінде әлі ондай сынақ келген жоқ қой. Егер өз баласы сол жолға түсіп кетсе, ағымдарға кіріп кеткенде, өз жағасын ұстап, өзін кәпірлікке шығарғанда, ол адам ертең бізге имамдарға олай айтпас еді. Жамағаттың өзі келіп олар мұсылман ғой, оларға неге қатты айтасың, оларды неге адасқанға шығарасың деп жатыр, субханалла. Ақсақал өзі. Bizim адасқан себебіміздің бір себебі жастардың білімсіздігі емес. Ақсақалдар, дұрыс ақсақалдар болмағасын жастарымыз адасып кетіп баратыр. Ақсақалдарымыз сол ата-бабамыздан жеткен мұраны мықты ұстағанда, сол намазды, сол жолды мықты ұстап, жастарға жетіргенде жастар адаспар еді. Сол ақсақалдың өзі келіп имамдарға қарсы шығып отыр. Оларға неге қатты айтасың сен деп. Себебі жаңа айтқандай, әлі сәләфи деген сынақ үйіне кірген жоқ оның. Әлі ешкім оны кәпірлікке шығарған жоқ оны, ақсақалды. Кірмесін. Алла сақтасын. Ешкім оны сен кәпірсің, сен бидатчиктің деген жоқ. Егер сондай сынақ үйінде болғанда, ол имамдармен ауыз бір болатын еді оның да. Ол ақсақалда имамдармен ауыз бір болатын еді, жамағатпен бір болатын еді, жамағаттан бөлінбейтін еді ол да. Сондықтан имам мына жерді жан жағып айқайлайды, тек өзі үшін емес. Осы жамағат
мазхабы үшін, ата бабамыздың жетірген мұрасын біздер сақтап қалу үшін қатты айтамыз, жұмсақ айтамыз, күлдіріп айтамыз, жылап айтамыз. Мен өз мазхабым жоқ, өз мазхабыма шақыратындай. Кел, менің мазхабым бар, мені тыңдайын. Ананың мазхабын тыңдамаң емес, бұл бәріміздің мазхабы. Менің, сіздің, ата бабамыздың болған мазхабымыз. Сондықтан сіз ойламаңыз, мен олардан ала алмай жатқан өшім бар деп ойламаңыз. Олар сондай жолда болғасын біздер міндетті жетіруіміз. Сол себептен біз міндетті боламыз айтуға. Түсінеміз ба? Түсінбей жүрген бауырларды түсіндіріңіз. Түсінбеген ағаларды түсіндіріңіз, ақсақалдарды. Оларды аяу, ертең өзімізге обал болады. Ертең өзімізге қиын сынақ болады. Алла сақтасын ондай сынақтардан баршамыздан иншаллах.